Сәлем достар, интернет арқылы тапсырыс беріп, кейін сол почтадан келген заттарға шолу жасау ютубтағы ең керемет әрі қызықты жанрлардың бірі. Десе де миллиондаған шолулардың арасында үрейлі, сондай-ақ сұмдық қорқыныштылар да кездеседі екен. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз тапсырыс бойынша не басқандай жолдармен почтадан келген сұмдық заттарды көрсететін боламыз. Ал достар, міне бүгін бізге осындай қорап келді, оның ішінде не жатқанында менің бірде ойым жоқ. Бірақ байқасаңыз сыртында жазу бар екен. Уада, юада, юэда, білмеймін. Ондай сөзді естіген емеспін. Не деп тұр екен сыртында? Достар, былай істейікші, бұл сөздің мағынасын біліп жатсаңыз, пікірге жазып кетіңіз. Себебі бұл қорап маған ішіндегі заттарынан бастап осы жазуға дейін құпия болып тұр. Ал бұл не жазу? Қараңыз, қателеспесем, орысша ғой деймін. Жарайды, ешбір ойым жоқ. Білмеймін деп айта бермейін. Мен дәл сіз сияқты қорқып отырмын. Одан да тезірек қорабымызды ашайық. Мұнаның ішіндегі зат шіріп кеткен бе өзі? Жоқ, бұл жиіркенішті затқа қолымды тигізбеймін. Сонымен достар, бұл сасық, жиіркенішті және қорқынышты қорапта не жатыр екен? Бұл тағы не? Жапондық? Қытайлық? Үй, жап-жаңа өзі. Қараңыз, CD. Бұған не дейсіз? Покемонның карталары. Ал достар, бұл қорапшаның ішінде тағы бір қорапшасы бар екен. Не бұл? Құдай-ай, не бұл? Бұл авиа қобдишасына қорапта не істеп жүрген мен білмеймін. Бірақ мен қорқамын, қара терге батып кеттім. Мұна келген заттардың барлығы супер қорқынышты. Сонымен мына жерде не сасып жатқан білесіз бе? Бұл тағы да не өзі? Ет, шіріген ет. Не бұл? Қуған әлем, не бұл? Естіп тұрсыз ба? Әуен қобдишасы жабық, бірақ әуен өзімен өзі шығып жатыр. Сайтан алғыр не болып жатыр өзі мына жерде? Тоқта! Окей, жалғастыра берейік. Ескі плеер? Сонымен мен плеерге құлақшын алып келдім. Қазір бұл естіле ме мен білмеймін, бірақ қосып тыңдап көрейік. Лайктарын қайда достар? Бұның барлығы сіз үшін. Сондықтан аямаңдар лайктарында. Сұмдық, не естіліп жатқан дұрыс түсінбедім. Қазір микрофонға осы құлақшынды жақындатып көрейін, мүмкін сіз түсінетін шығарсыз не болып жатқан. Не бұл? Не тіл бұл? Йоу, достар, жазбада не айтып жатыр, өтініш кім білсе жазып отырыңыз. Мен құлақшынмен тыңдадым, микрофонға жақындаттым, дым түсінбедім. Не бұл? Қандай тілде сөйлеп жатыр бұл қатын? Мен бүгін қорқынышымнан жындыға айналып кететін жағдайға жеттім. Осымен тоқтатайық. Қалайсыңдар YouTube отбасым? Менің есімім Алекс. Бүгін біз кезекті маған интернеттен келген жан түршіктірер заттарға шолу жасаймыз. Осында USB, оның ішінде не бар? Қазір бірге көрейік. Ал міне флешканы қостым, маған кір деп тұр. Қош келдің досым деп тұр. Бұл видео файл бұл. Ал енді қосып көрейік, не видео екен бұл? Достар, бірнеше рет көріп шықтым бұл видеоны, бірақ видеода не болған нақты айта алмаймын. Себебі түсінген жоқпын бұл видеоны, мүлде түсінген жоқпын.
Иә, аудиосы үрейлі, тіпті тітіркеніп кеттім бір сәтте. Қандай миссіз түсірді бұл видеоны, оны да айта алмаймын. Оның мақсаты қандай, не үшін түсірілді, қандай жағдайда түсірді, бұл барлығымыз үшін құпия сияқты. Не болса да бұл флешканы мен тыйым салынған сайттан өте қымбатқа алдым. Ақшам босқа кеткен сияқты. Міне бүгін осындай қорапты ашамыз, ал оны қай жерде алғаным айтпай-ақ қояйын, білмей-ақ қойыңыз оны. Мә, мынау мен көзіме бірден түсіп тұр. Қараңыз достар, медициналық қолғап қуасыңдар ма? Жігіттер, окей. Көрінген қоқыс толған ба сонда мұнда? Не бұл? Мен бұл үшін $1000 құрттым. Мынадан бөлек қораптан жаңа ғана бір кітап шықты, қағаз, түрлі қоқыстар шығардым. Бірақ қорапта алған кезде мен басқандай заттар болады деген ойда болғам. Біреу әбден 100 рет киген қолғап $1000-ға. Маған бұл керек жоқ, шын айтайын. Құдай-ай, не бұл? Қайдан жатыр мынауның ішінде? Достар, шын айтайын, мен шоктамын. Қазір мен бар ғой, мен не істерін білмей жатырмын. Мынау қанға бұлғанған ғой. Қараңыз, мына пышақ. Қараңыз, қатқан қан, және бұл жабыс жатқан не өзі? Езіліп жатыр, майма, не бұл өзі, түсінбедім. Мынау шіріген ет па не өзі? Неме сасы жатыр екен ғой мынау. Адам өлтірмеген шығар мына, мен білмеймін. Не ол? Шаш менің қорабымда, не ол? Қалай? Болды достар, мен полицияға қоңырау шалам қазір. Маған ешқандай проблема керек жоқ, осы бар ғой, осы хат посылка болсын, не болсын, маған проблема керек жоқ. Ол аз болғанда міне түбінде таптым. Не бұл? Қош келдің? SD карта? Қаз көрейік әрине, бірақ мен басымды одан әрі пәлеге кіргізіп алмайын ба деп үміттенемін енді. Бала жылап жатыр. Сайтан? Не бұл? Мынау қорқынышты ғой. Қумасыншы, не істеп жатсың анда? Құдай-ай. Бұл өзі... Бұл сайтандық ритуал ма? Жоқ, жігіт. Не істейсің оны? Жындысың ба өзің? Не істеп жатсың? Құдай-ай, басын істей ма сенің? Қасындағы заттарын? Қораптағы ма? Қалай болғаны сонда мынау? Өлі адам шаш ма? Қайдан ғана алдым осы қорапты, білмеймін. Жігіттер, бұл видео осындай болады деп ойламадым. Не болып кетті өзі? Жарайды, қораптан қоқыстар санамай қойық оны. Сайтандық ритуал және өлі қыздың шашы? Не ол? Бар ғой, сезіп едім осылай болатын. Бұл адам 30 минут болды есігім түбінде тұрып алғанына. Не үшін тұрып алған білмеймін. Әлгі зат үшін емес шығар, білмеймін. Себебі ол сайтта барлығы аноним болды ғой. Қайдан тауып алды мені бұл? Не керек мына адамға? Мен білмеймін. Не айтарын білмеймін. Hi. Good evening. Is this Basil? Yeah, what's up? Stop recording me.
Міне достар, бүгін көрермендеріміздің сұранысы бойынша осындай ерекше видео шығып отыр. Бұндай формат сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басып көрсетіп отырыңыздар. Сонда біз үйреншікті болып қалған видеоларымызбен қатар осындай болып дыбысталған видеоларымызды да шығарып отырамыз. Сондықтан лайктарыңызды басып көрсетіп отырыңыздар. Ал егер сіз білмеймін қандай да бір мүмкін емес себептермен пазлды бүгін бірінші рет көріп отырсаңыздар, онда арнамызға тіркеліп, қасына шыққан мына қоңыраушаға басып кетіңіз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыздар. Сонымен қатар достар, біз сіздерге өзіміздің инстаграмымыздағы парақшамызды ұсынғымыз келіп отыр. Бұл жерде біздің өмірімізбен байланысты және де басқандай көптеген жаңалықтарды біле аласыз. Инстаграмдағы парақшамыз күнделікті жаңарып отыр. Түрлі фотолар, қай жерге барамыз, Puzzle Life-пен байланысты барлық заттар жиі шығып отырады. Сонымен достар, осы видеоның сипаттамасындағы сілтеме бойынша тіркелген адамдарға біз осылай инстаграмымызға тіркелген адамдарға суреттерін осылай бағалап, жүрекше басып отырамыз. Міне бізге лайк басқан адамдарға лайктарын да қайтарып басып отырамыз. Енді әрине мүмкіндігіміз жеткенше тіркелген адамдардың барлығына осылай жүрекшелерді суреттеріне басып отыруға тырысамыз. Достар, сондықтан міндетті түрде біздің Puzzle TV атты инстаграмымызға тіркеліп отырыңыз. Біз барлықтарыңызға лайк басып, хабарларына жауап беріп отырамыз. Барлық әлеуметтік желілерімізге және де инстаграмымыздағы парақшаға сілтемелер видеоның сипаттамасында және бірінші комментарийде болады. Барлық жерлерге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Puzzle'ға жазыл.